Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Осында енді жобаны Берік Әбдіғалиұлы бастап, біраз архивтерде материалдар жинап, Қазақстанда, Ресейде біраз адамдармен кездесіп, біраз Қазақстандағы осы аталарымыздың қазір ұрпақтарының сол отбасыларына барып, біраз деректер жинап, осында үлкен кітапты дайындады. Оқысаңыз наградный листерін, оны біреудің жазған емес, нағыз өзінің командирлері бірге соғысқан ерліктерін көрсеткен. Ішінде көп санитарлары бар. Мұнайқұл Сағындықов деген, Батырбеков деген, олар соғыс майданда соғыс батқан ішінде 50 адамды соғыстың арасына алып шыққан. Ішінде офицермен біреу Батырбек өтере отқан танкты сөндіріп өз денесімен ішіндегі сарбаздарын алып шыққан. Сондай керемет ерліктер. Соны біздің азаматтарымыз бәрі таныссын, тарихи әділеттілік болсын, есімі ұмытылмау керек. Бұл зерттеу әлі жұмыстар жүре береді.